Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамына грек жаңғағы қосылып дайындалатын өте дәмді болып шығатын үгілмелі рогалик печеньесін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Бісміллах деп ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа саламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сармайды саламыз. Оның үстінен қант ұнтағы және сұйық майды құйып, вилканың көмегімен жақсылап барлығын араластырамыз. Кейін үстінен 20% қаймақ салып, тағы да жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді осы дайын болған массамыздың үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін салып аламыз. Кейін қамыр қопсытқыш және кукурузный крахмалдан үлкен қасықпен 2 қасық салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Бастапқыда шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, кейін қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Ұнды бірден барлығын салып жібермейміз. Біздің қамырымызға қажетінше ғана ұнды қосып отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ осындай қамыр болу керек. Енді осы дайын болған қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп алып, дөп-дөңгелек етіп, зуалақтап аламыз да холодильникке 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді осы аралықта жаңғағымызды дайындап аламыз. Грек жаңғағын блендердің көмегімен өте ұсақ етіп ұсақтап аламыз. Оның үстінен қант және корицаны қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де корицаны ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Мен өз қалауым бойынша қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің жаңғағымыз дайын. Енді осы дайын болған жаңғағымызды видеода көрсетілгендей етіп, қамыр жаятын жерімізге салып аламыз да, үстінен қамырды қойып, осы видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды жұқартатын боламыз. Қамырды бірінші қолымыздың көмегімен жұқартып аламыз, басып отырып, кейін оқтаудың көмегімен жайлап отырып жаямыз. Достар, осындай қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, менің арнама тіркеліп алыңыздар, және де лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп, осы видеоның астында пікір бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Мінекей қамырымызды керекті өлшемге келтіріп жайып алдық. Осы видеода көрсетілгендей жұқалықта болу керек. Енді қамырға жаңғақ тимей қалған жерлеріне осы видеода көрсетілгендей етіп, барлық жеріне жаңғақты сеуіп, қолымыздың көмегімен жаңғақтар ажыралмайтындай етіп басып шығамыз. Кейін арнайы кескіштің көмегімен немесе жоқ болса пышақтың көмегімен кессеңіздер де болады. Мен арнайы кескішті пайдаланып бөліктерге бөліп шығамыз. Егер де рогаликтеріңіз үлкен болған қаласаңыздар, үлкен бөліктерге бөлсеңіздер болады. Мен кішкентай рогаликтер жасаймын, сондықтан да кішкентай бөліктерге бөліп кесіп алдым. Кейін осы видеода көрсетілгендей етіп, рогаликтерімізді әдемі етіп орап шығамыз. Енді осы дайын болған рогаликтерімізді бірден табамызға жайғастырып аламыз да, 170 градус қызып тұрған пеште жарты сағат 40 минутқа пісіруге жібереміз. Енді келесі қамырымызды да дәл сол бірінші қамырды жайғандай етіп жайып, рогаликтерімізді әрі қарай барлығын сол тәсілмен жасап аламыз. Печеньеге қажетті заттардың мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Мінекей осымен біздің рогалик печеньелеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл өте әдем болып пісіп шықты. Жұп-жұмсақ, үгілмелі, өте дәмді печенье болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Фариза. Видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, басқа достарыңызбен де бөлісіп қойыңыз.